Сәлем, білім көкжиегін кеңейткісі келетін ақылды достар. Ережесі көшенің түрлі түспен жанады, бояуларын аңғарсаң, аралайсың қаланы. Бұл не екен, достар? Дұрыс айтасыңдар, бұл бағдаршам. Я, достар, бүгін біз бағдаршам туралы айтатын боламыз. Жолда тұрады, стабандай машиналарға тоқтағаннан дайындалу керекпін. Анда жүру керек. Қызыл көзін ашқанда, сынық сүйем баспалға. Сары көзін ашқанда, қарап қалма аспанға. Қызыл сады жасу. Сөйлеу және жазу тілінен басқа түрлі белгілер мен таңбалар да қарым-қатынас үшін қолданылады. Күнделікті мыңдаған адам жолды ары-бері кесіп өтеді. Сол кезде көліктер мен адамдардың жүрісін бағдаршам реттейді. Бағдаршамның қызыл түсі жанса, көлікте адам да тоқтайды. Ал сары түсі дайындал деген мағынаны білдірсе, жасыл түс жүру керек дегенді білдіреді. Бағдаршам электр тоғынан ажыратып қалғанда жұмыс жасамайды. Сол кезде бізге көмекке полиция қызметкерлері келеді. Қызыл түс жанғанда көліктер жүріп кетсе, бір-бірімен соғылады да быт-шыт болады. Ондайға ешқашан жол беруге болмайды. Алғашқы бағдаршам типті құрылғы 1868 жылы Джейн Нейт деген кісі ойлап тапты. Ол Лондон көшелерінде орнатылды. 3 түсті электрлік бағдаршам Нью-Йоркте 1918 жылы, Мәскеуде 1930 жылы орнатылыпты. Халықаралық бағдаршам күні 1914 жылы 5 тамыз күніне тойланады. Осы күні Кливленд қаласында заманауи құрылғылар пайда болған. Оның 2 түсі болады, қызыл және жасыл. Оның түстері ауысқан кезде дауыс шығады екен. Достар, қызыл жанса абайлап, сары жанса әзірлен, жасылда өт қарайлап, тәртіп сақта қазірден. Балалар, бағдаршамға барынша назар аударып жүріңіздер. Жолда жүру ережелерін қаттан сақтаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған мен, Мөлдір Мағжанқызы. Сау саламат болыңыздар.